Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін сіздерге керемет ақша табатын схема жайлы айтамын. Әрине телефон арқылы ешқандай ақша салымсыз. Схема өте оңай, ешқандай білімнің қажеті жоқ. Тек қана осы видеоны толық көріп, ақша табуды бастауыңызға болады. Каналға лайк, подписка жасаңыз, біз бастаймыз. Ақша табу үшін бізге TikTok приложениясы керек. Егер сізде жоқ болса, Google Play немесе App Store'ға өзіңізге жүктеп алғаныңыз дұрыс. TikTok қазіргі кезде ең танымал әлеуметтік желінің бірі болып саналады. Достар, енді өзімізге жаңа аккаунт ашуымыз керек. Ол өте оңай. Ол үшін өздеріңіздің Google почталарыңызбен немесе номерларыңызды және парольдарыңызды жазасыздар. Сонымен уже сіздердің жаңа аккаунттарыңыз дайын. Және комментарияға осы әлеуметтік желіде қашаннан бері отыратыныңыз жайлы жазыңыздар. Енді бізге ақша табу үшін мына жерде интересныйға басамыз, одан кейін поиск. Мысалы, мына жерге Дима деп жаза салайын мен. Дима, одан кейін люди дегенді таңдаймыз. Ары қарай бізге подписчигі 5000-нан төмен адамдарды таңдау керекпіз. Қазір мысалы қарайын. Мысалы 4000, міне көрсетіліп тұрғандай. Яғни достар, біз осы адамдарға раскрутка лайк жасағанымыз үшін ақша табамыз. Мысалы, мына жерде Дима дегенге кірейік. Мысалы 4793 подписчигі бар екен. Аккаунтын күнде жүргізеді, яғни күнде видео салып тұратыны көрініп тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Және де мысалы біз осы адамға 1000 просмотр немесе 5000 просмотр предлагать ете аламыз. Яғни осындай адамдар просмотр сатып алуға қарсы емес, яғни өздерінің аккаунттарын ары қарай жүргізуге. Ол мысалы осы жерде көрініп тұр. Енді мына жерде добавить деп басамыз да, одан кейін сообщение деп басамыз. Енді осы адамға осылай жазамыз. Здравствуйте, я могу качественно раскрутить ваш аккаунт, если вас это интересует, прошу ответить деп. Болды. Осыдан басқа өзі ответ жазбағанша ештеңке жазбаймыз. Ендігі керек сайт бізге smmlabo.com деген сайт. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай TikTok бар, TikTok комментарий, TikTok лайки, мысалы русские лайки деп тұр. Подписчики просмотры міне 1 рубльға 100 штук просмотр алылады екенбіз. Мына жерде просмотр русский 1,5 рубльға 100 штук просмотр аламыз. Достар, осы жерде адамдар обычно 1000 просмотрдан ары қарай заказ береді. Өйткені 1000 просмотр TikTok'та өте аз болып саналынады. Сондықтан да есептесеңіздер, 1000 просмотрға 10 рубль ғана біз құртады екенбіз. Ал басқа адамдарға, жаңағы мысалы клиенттерге біз 30 рубльдан сата аламыз. Яғни 20 рубль бізге өзіміздің қалтамызға қалатын ақша. Жаңа айтып кеткендей, схема ешқандай ақша салымсыз, сондықтан да біз әр адамға осылай жазамыз. Олар ответ қайтарған кезде біз өзімізге осылай алдын ала бағаларын дайындап қойғанымыз дұрыс. 1000 просмотр 10 рубль тұрса, біз 30 рубльге сатамыз. Лайки 19 рубль тұрса, оны 40 рубльға сатамыз. Оны өздеріңіз қойғандарыңыз негізі дұрыс. Және ақшаны клиенттен алдын ала аламыз. Яғни клиент бізге ответ жазды, одан кейін біз бағаларын жібердік. Ол клиент келісті, біз одан кейін одан алдын ала ақшаны алып аламыз да. Осы сайт арқылы заказды орындаймыз, қалған түскен ақшаны өз қалтамызға саламыз. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай схема өте оңай, және де осыдан шынымен де ақша табуға болады. Бұл Instagram сияқты 2015 жылдары көп адамдар мысалы өздерінің аккаунттарын жүргізу үшін басқа адамдарға жаңағы раскрутка үшін ақша төлеген. Сол сияқты осы жерде де осы схема өте жақсы жұмыс істейді. Сондықтан да мысалы 5-6 адамдарға өйстіп жазғаныңыз дұрыс болады. Одан кейін достар 1-2 адамға қызық болып, олар мысалы ақша төлей бастайды. Айтып кеткендей, мына жерде мысалы 1 рубльға 100 штук просмотр болса, 1000-ға мысалы 10 рубль болады, иә? Яғни біз 30 рубльға сатамыз, 20 рубль, яғни 120 теңге өз қалтамызға қалады. Сонымен қатар басқа адамдар бар, олар мысалы сізден 10 000 просмотрдан алатын болады. Ол дегеніміз уже 300 рубль болады. Яғни 100 рубльін өзіңіз құртасыз, 200 рубль өз қалтаңызға қалдырасыз. Сондықтан да достар, 5-6 адамға жазғаннан кейін жақсы қомақты ақша күніне табуға болады екен. Осы схеманы қолданыңыздар және ақша табуды бастауларыңызға болады. Тағы айта кететін жағдай, мына жерде өздеріңіздің логиндарыңызды ұқсас қылдырып жазуға болады. Одан кейін үстінде продвижение деп тұрған жерге продвижение в TikTok деп жазамыз. Одан кейін мына жерге картинка салғандарыңыз дұрыс. Одан кейін астында изменить профильдің астында описаниясын толтырамыз. Оның барлығы адамның шешім қабылдауына әсер етеді. Сондықтан да описаниясын барлығын толтырып 1-2 видео салғандарыңыз дұрыс. Ал сіздермен болған Дәулет Бисұлтанов. Каналға подписка жасаңыздар. Жақын арада жаңа конкурстар болады. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.